сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз қоршаған ортамен танысу оқу қызметінде туған өлкемнің табиғаты тақырыбында сабақ өтеміз. Сабағымызды бастамас бұрын сәлемдесіп шаттық шеңберімізді орындайық. Армысың шапағатты күн ана, армысың мейірімді аспан ата, армысың қайырымды жер ана, құттары бар әлемді жарылқа. Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біз сіздермен туған жерімнің, туған өлкемнің табиғаты жайлы әңгімелесеміз. Қазақстанның табиғаты өте тамаша. Қараңдаршы балалар, жарқыраған көк аспан, биік-биік таулар, түрлі жан-жануарлар, жадыраған жайлаудан көріп тұрмыз. Көзге әдемі көрінеді. Бүгін біз өз табиғатымыздың байлықтарымен, сұлу әсемдігімен танысамыз. Көрдіңдер ме балалар? Біздің әсем табиғатымызда қалықтаған қыран құс бүркіт ұшып жүр. Қараңдаршы балалар, қандай әсерлі, керемет табиғатты көріп тұрмыз. Бұл біздің туған жеріміз Қазақстан. Жері өте үлкен. Батыстан шығысқа, солтүстіктен оңтүстікке қарай созылып жатыр. Жеріміз өте кең. Биік-биік таулар, түрлі жабайы жануарлар, түрлі дәрілік, шөптесін өсімдіктер өседі. Бізде оңтүстікте күн қатты ыстық болса, солтүстікте қатты суық болады. Біздің Қазақстан Республикасының табиғаты өте кең болғандықтан, екі құбылмалы ауа райы кездеседі екен балалар. Бірде ыстық болса, бір жағында суық болады екен. Қазақстанда мақтанарлық өте көп орындар болғандықтан, түрлі шет мемлекеттен саяхатшылар демалуға келеді. Қазақстанда мақтанарлық әдемі өзен, көлдер бар. Қазақстанның байлығы өте көп және қазынаға толы. Еліміздің табиғаты сұлу әрі көркем. Сондай сұлу табиғатты өзіміздің ауданымыздың мақтанышы Шарын шатқалынан көруімізге болады. Көлсай, Бурабай, көп әдемі орындар бар. Балалар, біз бүгін Қазақстан табиғатының сұлулығымен таныстық. Өте жақсы әсер алдық деп ойлаймын. Біз Қазақстан Республикасының әсем табиғатына куә болдық. Ал балалар, ендеше біз дәптермен жұмысты жасаймыз, бірінші тапсырманы орындаймыз. Өзің тұрған өлкеңнің табиғаты қай суретке сәйкес келеді? Белгіле дейді. Теңіз жағасы, жазық жер, таулы өлке. Балалар, Шонжы ауылы қайсы өлкеге жатады екен? Таулы өлкеге жатады балалар. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді екінші тапсырмаға қараймыз. Өлкеңде қандай табиғи құбылыстар жиі болып тұрады? Суретін маған жіберуді ұмытпа. Бізде найзағай, жаңбыр, боран, қар жиі болып тұрады екен. Ал енді балалар, екінші тапсырмамызды орындап, суреттерімізді жапсырып болған соң, сергіту сәтін жасап алайық. Кезген шапқылап, құмар елдім өзіңе, бала кезден ақ бұлақ. Әнге бөлеп маңайды, асып-тасып жатасың, ақ
аспанға шашу шашып жатасың. Сенің келіп жағаңнан анам талай су алған, сенің келіп жағаңнан әкем атын суарған. Айналайын ақ бұлақ, асыр салғам жағаңда, сенен артық өлкені бұл әлемнен табам ба. Арудайын еркелеп мың бұралған ақ бұлақ, айдын көктен ғашық боп күн дұрлаған ақ бұлақ. Сен болмасаң қыр күні ашылмайды ақ бұлақ, саған деген құмарым басылмайды ақ бұлақ. Сенің келіп жағаңнан анам талай су алған, сенің келіп жағаңнан әкем атын суарған. Айналайын ақ бұлақ, асыр салғам жағаңда, сенен артық өлкені бұл әлемнен табам ба. Жарайсыңдар балар, сергіту сәтін жасап болсақ, үшінші тапсырмамызға көшейік. Үшінші тапсырмада суретке қарап шартты белгілерді біліп ал дейді. Балалар, біз қандай шартты белгілерді біледі екенбіз? Жақыннан танысайық. Үй, өзен, бұлақ, қоршау, ағаш, шырша, шөп, жол, осындай шартты белгілер бар екен. Балалар, біз шартты белгілермен жақынырақ таныссақ, ересектердің көмегімен біздің ауылымызда қандай шартты белгілер кездесетінін суретке салып жібер. Кері байланыс жасауды ұмытпаймыз. Балалар, бүгінгі оқу қызметі сендерге ұнады ма? Жарайсыңдар. Егер ұнаса, бүгінгі тапсырмаларымызды уақытысымен жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.